Әлемнен тыныштық кетті. Бір ғасырда бір дүмпу болады деп болжап кеткендердің айтқаны айдай келіп жатқаны ма? Ресей мен Украина, Қытай мен Тайвань, Қырғыз бен Тәжік, Армения мен Әзербайжанның Қарабақ үшін қақтығысы, құдды Қазақстанның айналасы алай-дүлей болып жатқандай. Енді міне Палестина мен Израиль арасында қып-қызыл соғыс қайта тұтанды. Хамас деген қарулы ұйымның бір топ содырлары Израильдегі фестивальға келген дүйім жұртты жайратып салды. Көптеген жерден снаряд тастап, бейбіт тұрғындарды өлтірді. Бұл 50 жыл бұрынғы еврейлер жеңілісінің қарымтасы болса керек. Палестина мен Израиль тура жарты ғасыр жанжалдасып келеді. Бұдан кейін Палестина енді Қарабаққа айналуы мүмкін бе? Қарулы күші мықты ел Израиль бұған неге дайын болмады? Әлде бұл Палестинаға қарсы соғыс ашудың амалдары ма? Көрермен, сіздерге еврейлер мен арабтардың не үшін соғысып жатқандығы келесі бейнематериалда айтатын боламыз. Алдымен арнаға жазылып, лайк баса кетіңіз. Достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. 7 қазан Израильде зымырандар бірінен кейін бірі атылды. Қарулы топ бейбіт тұрғындарды қынадай қырып тастады. Газаға жақын Рейм Кубицында аса көп адам жиналған музыка фестивалі өтіп жатқан жерде содырлар шабуыл жасап, 800 адамды өлтірген. Тағы мыңдағаны жараланды. Израильға палестиналықтар бұған дейін де шабуыл жасаған. Бірақ бейбіт тұрғындардың қырылуы 1948 жылғы соғыста немесе екінші интифадада құрбандар санымен теңеседі. Дегенмен ол кезде бір күнде мұнша көп адам опат болған жоқ. Қолдарына қару алып соғыс ашқан Хамас радикалдар тобы. Израиль жұрты мұны Америка Құрама Штатының 2001 жылғы болған террорлық актісіне теңеп жатыр. Қазір оларға қарсы темір семсер әскери операциясы басталған. Кей деректер Хамас террорлық ұйымын Израильдің өзі қаржыландырып отыр дегенді келтіреді. Бұл қаншалықты рас болуы мүмкін. Израиль билігі жарылыс болған аймақты тастап кетуге мәжбүр. Өйткені ол аймаққа әскерилерді жіберсе, адам шығыны бодан да зор болмақ. Израильдің әскері Хамас тобын қырып тастаса, онда бірнеше топ оларға қарсы соғыс ашатын мәлімдепті. Ал егер ол жақтағы бірнеше топтар қосылатын болса, жағдай қиын. Израиль мемлекеті екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін 1948 жылы құрылған. 25 жылдан кейін Мысыр мен Сирия қосылып, Иерусалимді басып алмақшы болады. Бірақ бір жұмаға жеткізбей араб әскерлерінің күл талқанын шығарады. Кей сарапшылар жарты ғасырдан кейін кек алу деп атап жатыр. Содан бастап Израильдің қорғанысы нығая түседі. Олардың Моссад барлаушылары әлемдегі ең мықтылардың қатарына енеді. Әлемдік сарапшылар бұл Израиль билігінің әдейісі жасап отырған амал екендігін айтады. Өйткені арабтардың көз алартуы өздеріне соққы жасауға мәжбүрледі деген пікірде бар. Бұл бір қазанға екі қошқардың басы сыймайды дегенге келіп тұр. Бұған дейін жер дауы үшін таласып Палестинаға қоқан-лоққы көрсетіп келген Израиль тығырыққа тірелді. Бірнеше қаласы қирап жатыр. Ең сорақысы қарапайым адамдар өлді. Енді Палестина екінші Қарабаққа айналуы мүмкін бе? Хамас тұтқындарды қатыгездікпен қинап жатыр деген ақпарат толып кетті. Осыдан кейін оларды қолдайтын еуропалық бірқатар ұйымдардың да аузына құм құйылары анық. Қалай болғанда да аз ғана содырлар кесірінен Палестина халқы зардап шегетін болды. Бір шамасы Израильді қолдап жүрген. Енді толық Израиль еліне қосылуы мүмкін бе? Еуропа мен Америка оған не деді? Не дегенмен бұл оқиғалардың астарында үлкен саяси астар бар анық. Осындайда бірлесіп кететін араб елдері қазір соңғы шешімді қабылдауды Израиль билігіне беріп қойған. Өйткені бір ғана содырлардың салдарынан сол жақтағы бір дүйім жұрт соғысқа тап болуы мүмкін. Бұл жөнінде арабтардың өзі жарытып ештеңе істей алмаса да, Түркияда Ердоған 19 мемлекет басшысына хабарласып, Палестинаны қорғайық дегендей мәселе көтерді. Өткенде Қарабақта Әзербайжанға қалай алып берсек, осы жолда Палестинаға жасалып жатқан зұлымдыққа қарап тұра алмаймыз деді. Путинге звондап, Палестинаның бейбіт тұрғындарын қорғау үшін бірге жұмыс жасайық депті. Қазір соғыста ақпараттық соғыс бірге жүріп жүреді. Хамас заманауи зымырандарды атып жатыр. Әрине, арабтар көп қайтыс болуда. Бірақ Израильдің бір жері ойнап жатыр. Тель-Авивке де зымыран түсті. Халықаралық рейстер тоқтады дегендей жағдай. Араб әлемінде айтарлықтай өзгеріс болды. Еркіндігін алғысы келіп жүрген араб жұртшылығы Аль-Ақса қаласы алынғалы жайлы жарыса жариялап жатыр. Бірақ содырлардың әрекеті әлемдік ұйымдардың алдында Израильдің беделін көтеруде. Израиль елдің оңтүстігінде ауыр әскери техникасын тасымалдап жатыр. Бірақ Нетаньяху жердегі операция туралы шешім қабылдап, тез жеңіске жетпесе жағдайы қиындау болуы бек мүмкін. Қазір үнсіз жатқан Хезболлах солтүстіктен Ливаннан соғысқа кірісуі әбден ықтимал. Иран күштері қарап жатпасы белгілі. Қазірдің өзінде қайтыс болғандардың саны 700-ден асты. Көп адамдар қиранды астында қалып табылмай жатыр. Амира Ашура есімді азаматшаның дәл жарыс кезінде толғағы қысады. Дереу ауруханаға апарып босандырып алады.
Бірақ зымырандардың бірі ауруханаға түсіп, үйінің астында қалып қояды. Әкесі болса шырпыр отбасын іздеп жүр. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің мәліметінше апат болған елде Қазақстанның 400-ге жуық азаматы болған. Бірақ олар сол жақтағы консулдықта тіркелмепті. Сол себепті олардың аты жөнін білу қиын болып тұр. Әлемдегі геосаяси ахуал ушығып тұр. Алпауыттар ақпараттық алаңды өз мүддесі үшін пайдаланып жатыр. Кейбірі үшін өзін жәбірленуші ретінде көрсету тиімді болып тұр. Құрметті көрермен, таяқтың екі ұшы болатындай кез келген ақпаратты бір жақты қарастырмау керек.